Баршаңызға сәлем, қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен балды торттың рецептімен бөлісетін боламын. Өте нәзік әрі жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Тортқа қосылатын барлық ингредиенттердің мөлшерін астында описанияға жазып қоямын. Ең алдымен сары майды ерітіп алып бір ыдысқа құямыз. Үстінен жұмыртқа саламыз, қант саламыз және де жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алған соң балды қосамыз. Ұнды бір ыдыста қопсытқышпен араластырып, біздің қамырымызға қосамыз. Ұнды аз мөлшерден қоса отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей біздің қамыр дайын. Консистенциясы осындай болып шығу керек. Енді осы қамырымызды 3 бөлікке бөлеміз және де домалақтап қамырды илейміз. Одан соң табамызға пергамент қағазын қойып, қамырды қолымызбен немесе оқтаумен шетіне дейін жайып шығамыз. Осылай жайып шықтық. Енді қызып тұрған пешке салып 15-20 минуттай қызарғанша пісіреміз. Мінекей біздің коржымыз дайын. Енді оны кастрөлдің қақпағымен немесе тарелкемен шет-шетін кесіп аламыз. Бұл шетіндегі артық корждармен біз торттың бетін әсемдейтін боламыз. Осылай қалған корждарды пісіріп шығамыз. Енді біз тортымызды жинаймыз, әр корждың арасына сгущенка жағып шығамыз. Одан соң жаңағы шетіндегі артық корждарды үгітіп, торттың бетіне жағып әсемдейміз. Мінекей біздің тортымыз дайын. Бұл тортты бірнеше сағатқа крема сіңу үшін қойып қоямыз. Содан соң пайдаланып жей беруге болады. Торт өте нәзік, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.